Өте дәмді болып шығатын гүлді қырыққабаттан және броккольдан хрустящий тіске басарлар дайындайтын боламыз. Алдымен бізге осы брокколь және қырыққабат қажет болады. Кішірек бөліктерге бөліп, жуып дайындап алатын боламыз. Бізге қырыққабаттың жартысы қажет болады және осындай кішірек бір брокколь қажет болады. Бәрін жақсылап кішірек бөліктерге бөліп алатын боламыз. Қырыққабатты бөліп дайындағанша ыдысымызға су құйып қайнатып алатын боламыз. Мен осылай алдын ала қайнатып алдым. Тұз салып, ең алдымен гүлді қырыққабатты 2 минут пісіреміз. Одан артық пісірмеңіздер, себебі қырыққабат езіліп кетеді. Піскен соң осылай бірден қайнаған ыстық судан алғып, сорғытып алатын боламыз. Сорғытып, салқындатып аламыз. Және осы суға дәл солай 2 минут броккольді салып қайнатып аламыз. Міне, сүзіп алдық, салқындағанша кляр дайындайтын боламыз. Үлкенірек ыдысымызға бір үлкен жұмыртқа қосамыз, сәл бір шымшым тұз қосамыз, жақсылап араластырамыз. Және жұмыртқаның көлемінде сүт қосатын боламыз. Сүттің жартысын қосып жақсылап араластырып, үстіне 3 қасық ұн саламыз. Мен үйме 2 қасық салдым, сіздер 3 қасық ұн саласыздар. Жақсылап араластырамыз. Ешқандай кесек қалмау қажет. Қалған сүтті қосып жақсылап араластырамыз. Осындай неде болу керек, қоймалжың ғана болу қажет. Бірінші броккольді салып, матырып, аунатып, одан кейін панировочный сухариға осындай сары түсті аунатып дайындап аламыз. Панировочный сухаридің суретін қалдырып кеттім. Каниширі Golden Mix деген сары түстісі. Базарларда сатады. Алматы қаласының тұрғыны болсаңыз, Оптовка базарында сатылады. Ыдысымызға сұйық май құйып қыздырып, осылай салып қуырып алатын боламыз. Бауырсақ сияқты қуырып аламыз тез-тез. Себебі бізде броккольді қырыққабатта піскен, сыртындағы кляр ғана піссе, яғни қытырлақ болса болғаны. Сол жеткілікті. Қуырып алған соң бірден сорғытқышқа түсіріп аламыз. Сорғытқыш болмаса, қағаз майлыққа түсіріп алсаңыздар болады. Артық майын сіңіріп алатын болады. Соус дайындаймыз. 4 корнишон қажет болады, яғни маринадталған. Осыны ұсақтап, ұсақ өткіштен өткізіп алатын боламыз. Үстіне майонез қосамыз. Майонез қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Мен денсаулығыма байланысты сарымсақ қоспадым. Сіздер қоссаңыздар болады. Және де сәл қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Майонезден сәл қою болмас үшін бір ас қасық жаңағы корнишонның суынан құйдым. Мен осындай пайдаландым. Соусымыз дайын болды. Осындай ыдысымызға салып алдым. Яғни ортасына осылай салып қойдым. Матырып жегенге ыңғайлы болу үшін. Өте дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер. Сіздердің қонақтарыңызға, жанұяларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады.